Қамыры жұмсақ және де үгітіліп тұратын асқабақтан дәмді самса жасаймыз. Алдымен қамырымызды елеп дайындап аламыз. Ол үшін ұнымыздың үстіне тұз саламыз. Мына жерде менде бір ас қасық қаймақ және де бір ас қасық майонез. Осы екеуін ұнымыздың үстіне салып, жақсылап бір араластырып, бөлме температурасында тұрған суымызды аз-аздан құя отыра қамыр илейміз. Біздің қамырымыз өте қатты жұмсақ болмау қажет. Жұмыс жасауға ыңғайлы, сондай қаттылау қамыр болғаны дұрыс. Қамырымызды теңге 2 бөлікке бөліп, пакетикке салып, 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Келесі кезекте жаңағы 2 зуала қамырымызды бірдей жұқалықта, бірдей үлкендікте жайып дайындап аламыз. Бірінші зуаламыздың үстіне осылай ертілген тоң май жағамыз. Екінші жайып дайындап қойған қамырымызды да осы қамырдың үстіне төсеп жайып аламыз. Тағы да тоң май жағамыз. Міндетті түрде тоң май қолданыңыздар. Сол кезде қамырыңыз үгітіліп, қатпарлы болып шығады. Келесі кезекте осы май жағылған қамырымызды нығыздап, ортасында ауа қалып қоймайтындай етіп орап, пакетикке салып, тоңазытқышқа 30 минутқа қалдырамыз. Содан соң осындай кішкентай бөліктерге бөлеміз. Салмасына менде асқабақ, пияз, май және де қарабұрыш, тұз барлығын жақсылап араластырамыз. Содан соң қамырымызды орташа қалыңдықта жайып, салмасын салып, самсаларымызды түйіп шығамыз. Содан соң печкіміздің арнайы формасына салып, астына міндетті түрде пергамент қағазын төсеңіздер, бетіне жұмыртқаның сарыуызын жағамыз. Қызып тұрған печкіде 200-250 градуста шамамен 20-25 минут аралығында пісіріп аламыз. Әркімнің печкісі әрқалай, сол себепті қарап тұрыңыздар. Біздің самсаларымыз өте дәмді және де жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса сақтап алыңыздар.